сендерге ертегі айтып берейін. Ертеде бір әже бір қазан сүтті пісіріп, үйдің сыртына суысын деп қойып кетеді. Бір уақыттан кейін әже келіп жаңағы сүтті қараса, сүт жоқ. Манағы сүт қалмапты. Қаспағы да қалмаған қазан түрінде. Сонда сүт қайда кетеді, балалар? Төгіліп қалды ма? Қойды ма? Жоқ, балалар, төгілмесе, ит тешпесе, бір қазан сүт қайда кетті екен? Ондаша ертегіні тыңдаңдар. Көбелек келіп, көлп етіп, көбігін ішіп, ол кетті. Жапалақ келіп, жалп етіп, сүттің жартысын ішіп, ол кетті. Қарға келіп, қарқ етіп, қалған ішіп, ол кетті. Сауысқан келіп, саңқ етіп, сарқынын ішіп, ол кетті. Аралар келіп, ызыңдап, сүттің дәмін татып, ол кетті. Балапан келіп, шиқылдап, қазанның түбін, қаспағын шоқып, ол кетті. Не балалар, манағы бір қазан сүт осылай бітіпті, тату-тәтті бәрі сол бір қазан сүттен ішіп. Тату-тәтті өмір сүріпті де бітті, ертегі де бітті.